Сәлем достар, Симедян токанастан. Менің нам қош келдіңіздер. Достар, бұл бізде как там атнет блогер болғым келетіннің 4-ші сериясы. Кешірім сұраймын. Қазіргі таңда ана Сая деген қыз бізде алдына анасын іздегенін көрсеттім ғой сол. Енді Сая деген қыз дәл солай киімдерді сату арқылы қаншама зат сол алдында тапқан 72 мыңына 40 мыңға квартира сатып алады. Сөйтіп ол бір аптада ем болмаса тұрайын дейді. Ана заттарына блогерлік зат алады, көп заттар алады. Біршама зат жинайды. Блогер сөйтіп ол блогер бастаған кезінде өте көп танымалдау болып кетеді. Оны барлығы қарап, ол жұмыс істеп жатқандарын салса, қатты просмотрлар жинап кетеді. Солай оның каналы дамып, ақшаға жақындай бастайды. Міне осы жерінен бастап түсірейін деймін. Неге ана жерлерін түсірмедім десем, ол кейбір адамдарға қызық емес, скучно болады. Ол барлық бірде, оданша былай айта салған дұрыс. Ал одан кейінгі келесі сатып алатын үйі, оны мен жасадым әрине, сөзбен жеткізе алмаймын. Уютно такой, адамға жылылық сыйлайтын үй. Ал кеттік, көрейік. Так, свет дайын бекен. Свет қосылды, лапаның светі қосылды, желдеткішті істеп тұр, жел беріп тұр, микрофоным селіп тұр, камерам дұрыс тұр. Сені өшіріп қою керек еді. Әйтпесем, әртүрлі бір дыбыстар шығарасын. Кеттік онда. Сәлем достар, мен Жанна және Серджан токанастар. Менің анама қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде осындай тәттілер бар. Оларға бізде қазір дегустация болады. Мына не үшін дегустация? Бұл тортты мен өмірімде жеп көрмедім. Сондықтан біз бірге жеп көретін боламыз. Достар, пауза қоя тұрайық. Бұл жер оны сатып алмаған, ақша төлеп тұратын квартирасы Саяның. Бұл бесплатный да бар, сондықтан бұл же барлығы біледі. Любой платный болсын, бесплатный да бәрінде бар. Көп этажный үйлердің несінде бар. Вот, өз киімдерін, өз сөмкелерін, өз заттарын жайғастырып алған. Сондықтан бәрі дұрыс. Базарға жалғастырайық. Достар, осымен біздің дегустация бітті. Осы жерге көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Әрең деген видео түсіріп болдым ау. Шаршап кеттім. Видео түсіру деген кім айтты, қиын депші. Бұрында блогер болайыншы деген. Блогер болу дегеннен де оннан шыр емес, бірақ өз ісімнің маман екеніне өзім қазірден бастап сенімдімін. Жақында мектеп, ал мектепке дайындалу керек. Ал міне, қанша ақша жиналды екен, енді көрсем болатын шығар, я? Ашқым келмейді, бірақ ашам. Барлық осы неге дейін жинаған, бір айлық, қанша күн екен білмеймін, жинаған барлық ақшам, ютубтан түскен бүкіл ақшам кеттік. Осы үйге жетеді деп ойлаймын. Мына жерде қанша ақша бар? Мұнан точно мен жинадым ба? Мен өзім шокемін, негізі түсінбей қалдым. Мына жерде так 100 мың теңге бар. Бұл андай мен ойнамайды тыңдар ойыншын. Мынау да бар. Мына жерде неше миллион? Так, 2 миллионнан сандасақ 4, 8 миллион. Мына жерде 100 миллион. 8 миллион 100 мың. Айтпақшы бүгін 24 емес па? Так, 23-ші. Қайдағы? Жұмыным, я?
Так, сонда маған бүгін менде зарплата түседі ютубтан. Так, ютубтан зарплата менде бүгін неше еді? Миллион теңге түседі. 9 мә жетеді. Болды. Соларды не істеп тастайын, сосын үй аламын. Және өз заттарымды да аламын. Бұйыртса, енді тағы ақшалар жинала берсін, заттар аламын. Болды, мен солай шештім. Мен алам, қараймын. Так, телефонымды ашайын, наларды салып қойын. Мен ата-анамды қатты сағындым. Оларға тез барғым келеді. Анан қарашы, ана терезені. Өз қызымен өз анасы құшақтасып жатыр. Ал мен бір ана әкесінен, ата-анасынан кетіп қалған бір қызбын. Не ол? Менен жаман адам жоқ шығар, иә. Бірақ мен бұның бәрін өзім үшін емес, отбасым үшін істеп жатырмын ғой. Оларға бақыт сыйлағым келеді. Жарайды. Достар, осымен серия бітті десем болады, бірақ неге скучно бәрін ауызбен айтып салып жатсың, ол не скучно демей қойыңыздар. Достар, главный жерлерін ғана алып жатырмын сіздерге, главный жерлерін. Енді бағана ақылдасты ғой, мен не алам деп ше, как-то үй алам, заттармен. Вот келесі серияда зат алғаның қалай емес, киім, шоппинг, ата-ана, ол емес, полный ол үйге уже барады, қазір барып қояды, уже заттарын салып тастайды, уже барлығын орналастырып, жиһаз бәрі тұрады ғой, ыдыс-аяқ, тамақ, киім, зат, не бәрін, майда-шүйде бәрін алып тастайды. Келесі серияда ата-анасының реакциясын көреміз. Пока-пока.